Өткен жылдан бастап Қазақстанда 10 тамыз ресми түрде Абай күні болып жарияланды. Мәдени мерекеге орай Елбасы медалі ұлттық жобасының қатысушылары белгілі ақынның үлкен портретін және еліміздің туын құрастырып флешмоб өткізді. Толығырақ тілшілеріміз тарқатады. Өткен жылы Қазақстанда жаңа дата Абай күні пайда болды. Оны жыл сайын 10 тамызда атап өтеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, Абай күніне арналған іс-шаралар ойын-сауық үшін емес, санамызды, ой-өрісімізді дамытып, рухани дамуымыз үшін өткізіледі. Сондықтан ұлттық мұраны насихаттау, жастардың бойында ұлттық құндылықтар мен ұлы ақынға деген құрметті нығайту мақсатында Елбасы медалі жобасына қатысушылар флешмоб өткізді. Балалар ұлы ақынның ауқымды бейнесін және еліміздің мемлекеттік туын бейнеледі. Еліміздегі Абай күні өткізіліп жатқан білсін деген мақсатта бұл жерде және де тек Абай күніне орай емес, біздің жаңағы флешмобта Қазақстан еліміздің жаңағы туында көтеру жаңағы белгілі бір мақсаттардың бірі болып табылды. Жалпы негізінен біз алдыңғы айдан бастап осыны ұйымдастырып жатырмыз. Жаңағы біздің реквизиттарымыз үлкен Абайдың портреті бар, оны мозаика ретінде жаңа құрастыру бар, оның барлығы заказға жасалынды. Одан кейін балалардың барлығын дайындау, аздаған репетиция деген сияқты, соның барлығына бір айдай уақыт кетті. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен сон түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім деп Абай жазып, жастарды ғылымға жас кезден бет бұруға шақырған. Ұйымдастырушылар бұл іс-шара қазақ халқының ұлы ақынның өнегесін насихаттау әрі құрмет көрсету екенін атап өтті. Сонымен қатар қатысушылар мәдени және әдеби мұраны сақтаудың маңыздылығын көрсеткіміз келді дейді. Целью о том, чтобы мы не забывали. Біз Абай атамыздың ұлы мұрасын ұмытпауымыз керек. Ол қазақ халқының аңыз адамдарының бірі. Жастар оның мұрасын бағалайтынына өте қуаныштымын. Ол керемет байлық қалдырды. Мен қазақ халқын білімге сусындатқан үшін оған үлкен алғысымды білдірдім деп ойлаймын. Өйткені Абайды Туркияда да басқа да көптеген елдерде біледі. Мен бүгінгі күні ұлттық мұра бағыты бойынша тапсырма орындап жатырмыз деп айта аламыз. Себебі біз өзіміздің үлгімізде ұлттық құндылықтарымызды құрметтеу керек екенін көрсетудеміз. Айта кету керек, Елбасы медалі бағдарламасы балалар мен жастарды қоғам мен мемлекет өміріне белсенді қатысуға бағытталған. Бұл бағдарлама қатысушыларға өз қабілеттерін ашуға және өз даму жоспарларын іске асыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама 5 бағыттан тұрады, олардың бірі ұлттық мұра. Осы шара соның аясында өтті. Бақытгүл Қазес, Әділжан Бейсенғазинов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.